Өңірде бюджеттің қаржыландырылуымен бой көтеретін нысандардың жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуде әлде нақтылай түсетін тұстар жетерлік. Бұл орайда басымдық алдымен тұрғындарға аса қажетті нысандардың құрылысын бастауға беріледі. Сондай-ақ жобалық сметалық құжаттарды әзірлеуге қыруар қаржыны жұмсамай, жергілікті бюджетті мейлінше үнемді пайдалану керек. Облыс әкімінің төрағалық етуімен өткен құрылыс жүргізу мақсатында әзірленген жобалық сметалық талдау және бюджет тиімділігін арттыру жөніндегі кеңесте салалық бірқатар басқарма басшыларын аталмыш мәселелерге айрықша зер салуды тапсырды. Жалпы ағымдағы жылы облыста құрылыс саласында 299 жобаны қолға алу жоспарланған. Олардағы құрылыс монтаждау жұмыстарының жалпы құны 60 миллиард теңгенің көлемінде. Дегенмен бұл көрсетілген жобалардың кейбірі әлі де зерделеуді қажет етіп отыр. Мысалға келетін болсақ, Жоғал ауданы Алатау ауылындағы 80 орындық мектеп құрылысына әзірленген жобалық сметалық құжаттама бойынша 624 миллион теңгені құраған. Бүгінгі таңда басқарма тарапынан оны талдап шығып, қазіргі таңда сол 80 орындық мектеп 289 миллион теңгені құрап отыр. Бұл дегеніміз екі есеге құны арзандады. Сол сияқты барлық сала бойынша нысандардың бәрін талдау тапсырмасы берілді. Демек, бұл орайда жергілікті билік пен салалық басқарма басшылары ең әуелі халықтың қажетіне жарайтын құрылыс нысандарын пайдалануға беруге мүдделі болғаны жөн. Сәйкесінше алдағы уақытта апта сайын әр саладағы құрылыс нысандарының қажеттілігін нақтылау бойынша өтетін жиынға олар өз ұсыныстары мен талап тілектерін әзірлеу керек. Сондай-ақ жиын кезінде өңірде бой көтеретін нысандардың жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу ісіне салалық басқармадан басқа тағы бір құрылым мен арнайы құрылған жұмысшы тобын тарту жайы мәселесі де көтеріліп, өз шешімін тапты. Жиын кезінде бюджет заңнамасының орындалуының тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар жоспары да талқыланды. Бұл жоспар 18 бөлімді қамтитын 156 іс-шарадан тұрады. Іс-шаралар жоспары барлық аудан әкімдерімен, барлық салалық басқармалармен келісілді. Қаулы жобасы ертең қабылданатын болады. Іс-шаралар жоспары 18 бөлімнен тұрады, 156 іс-шараны қамтиды. Негізінен бұл бюджеттік кодексті, мемлекеттік сатып алу туралы заңды, одан кейін мемлекеттік инвестициялық жобаларды әзірлеу, түзету, сараптамадан өткізу, іске асыру бойынша бюджеттің кассалық орындалуы бойынша заңнамаларды қамтиды. Жоспардың алғашқы бөлімдерінде өңірдің әлеуметтік экономикалық даму мүмкіндіктері жан-жақты зерделеніп, 3 жылдық бюджеттің параметрлерімен жүзеге асырылатын инвестициялық жобалар қаралады. Ал жоспардың жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеу деп аталатын бөлімінде нысандардың құрылысын жүргізуде ескерілетін негізгі параметрлер нақтыланған. Құжаттың қалған бөлімдерінде бюджеттік өтінімдер мен бюджеттік бағдарламалардың жобасын ұсыну тәртібі, бюджет түсімдерін болжау және нақтылау бойынша шараларды жүзеге асыру мәселелері жіті зерделенген. Айгүл Тілеуханқызы, Ғалымжан Есенбаев, жаңалықтар қызметі.